Сәлем достар, сіздермен бірге Kifo Тұлпар каналы және біз көліктерімізге шолу жасауды жалғастырамыз. Бізде бүгін екінші бөлім және бір емес екі көлікке шолу жасаймыз. 2017 жылғы Hyundai Accent және 2014 жылғы Kia Cerato. Жалпы оңтүстік кореялық екі көліктінде қозғалтқыш көлемдері 1.6, 1.6 сатылы автомат беріс қораптары орналасқан. Ал ат күшіне келетін болсақ, Accent'те 23 аттың, ал Cerato 130 аттың күшімен басып озып тұр. Алдымен Hyundai Accent'ке тоқталып кетейік. Біздегі 2017 жылғы екінші буыны көріп тұрғандарыңыздай жап-жаңа келбетке ие болды. Көлік ұзарды, ені биіктігі барлық жағынан жаңа бейнеге ие болды. Мотор сол баяғы Accent'тердегідей 1.6 объем, 23 аттың күші бар. Ceratоға қарағанда жылдамырақ, 100 метрге 11.2 секундта жеткейді. Ал компания шумоизоляцияны күшейттік дегенімен не екені белгісіз. Алдыңғы буында болған капоттың астындағы шумоизоляция бұл Accent'те жоқ. Капоттағы шумоизоляцияны істейміз, алып тастаймыз. Accent'тің салоны біршама өзгеріске ұшыраған, бірақ материал сол баяғы пластик. Бір қуантатыны бізде бұл Active Plus комплектациясында алдыңғы және артқы әйнектердің автомат түрде ашылуы, USB және AUX бар, бір емес екі тұтандырғыш, 6 сатылы автомат коробка. Көріп тұрғандарыңызда дисплей, мультиплеер, өте ыңғайлы, кондиционер барлығы бар. Және алдыңғы панель өте керемет, көзге түседі, электронды барлығы, сондай-ақ мультируль. Бірақ 5,5 миллиондық көлікте шынтақ қойғыш жоқ. Сол жақ ыңғайсыз екен. Ал сол жақ қолма ыңғайлы, бірақ қатты материал сол баяғы Accent'тегідей. Ал артқы салонына келетін болсақ, көлік ұзарғаннан кейінде іші де кеңейген, әжептәуір. Менің 170 см бойыма едәуір. Жоғарыда да биіктік қалған. Бірақ дивандар, орындықтары сол баяғы Accent'тегідей материал, өзгеріс өте қатты білінбейді. Бұл комплектацияда әйнек көтергіші механика. Егер де үстінен тағы да ақша қоссаңыз, автоматты түрде алуға болады. Және тағы бір қуантатыны, бұл көлікте артқы орындықтарда жылытқышы бар, тек үстінен тағы ақша қоссаңыз болғаны. No! God, please, no! 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 Артқы келбетіне келетін болсақ, айтып өткеніміздей, Accent толығымен өзгеріске ұшыраған, жанармай құйғыштан мемлекеттік номерге дейін оптикасы жалғасқан, өте ұзын және көзге керемет көрінеді. Ал жүк салғышына келетін болсақ, 480 литр қала ішінде немесе қыдыруға шықсаңызда жүктеріңізді емін-еркін тасымалдауға жетерлік. Қарсылас көлігімізге көшейік. Kia Cerato 2014 жылғы 1.6 қозғалтқыш көлеммен. Бұда да 6 сатылы автомат коробка. Олай болса, кеттік. Ceratoның кузовына тоқталатын болсақ, сырт көзге қарағанда Accent'тен қысқарақ көрінуі мүмкін, бірақ бақандай 15 сантиметрге ұзын. Моторына тоқталатын болсақ, ат күшінің көптігіне қарамастан және салмағы да аз Accent'ке қарағанда. Бірақ 100 метр қашықта бәсекелесіне есе жіберіп қойып тұр. 11.6 секундта жеткейді, ал Accent 11.2. Бірақ шумоизоляция. It's the
motherfucking Eagle Double G. Кияның салонына келетін болсақ, бірінші кезекте шынтақ қойғышы, және екінші шынтақ қойғышы да жұмсақ материалдан жасалған. Әрі қарай бізде бұл жақта да міне USB, AUX және екі тұтандырғыш, 6 сатылы автомат коробка, борт панель сәл жүргізушіге қарай бұрылған, міне кондиционер, барлығы бірдей акценттегідей мультируль. Бір артықшылығы бұның панеліндегі материал көзге әдемі көрінеді, ұстағанда да білініп ақ тұр. Kia ол жағынан акцентті жеңіп тұр. Артқы салонына тоқталатын болсақ, акценттен қалсар емес. Өте ыңғайлы, бірақ үшінші адамды қайдам, бірақ екі адам өте ыңғайлы отыруға болады. Міне шынтақ қойғыштары, стақан қойғыш, автоматты түрде әйнек көтерілгіші, және бұл жаққа да кондиционер орнады. Мойындау керек, көліктің алдыңғы, артқы келбетіне қарасақ, акцентке қарағанда Kia Cerato қымбатырақ көрінеді. Нақты артықшылығына келетін болсақ, жүк салғышы 2 литрге үлкен, әжептәуір. Және осы бір көліктің 4 дөңгелегі де дискісімен сиіп кетеді. Жалпы менің өзіме акцентке қарағанда Cerato ыңғайлырақ көрінді. Жанармай тұтыну мөлшеріне келетін болсақ, акцент 100 км-ге 6,6 мл, ал Kia 100 км-ге 6,8 литр тұтынады. Біздің автосалондағы бағалары акцент 5 миллион 650 мың тұрады, ал Kia Cerato 5 миллион 500 мың. Қорытындылай келе, бұл екі көліктен көп айырмашылық көре алмадық. Оның үстіне біздің мақсатымыз сіздерге екі көлікті жағыстыру емес, таныстыру. Сіздерді күтетін боламыз автосалонымызда. Q-Photo Par сіздің автокөлік саласындағы сенімді серігіңіз.